Алаяқтар сіздің телефон нөміріңізді қайдан біледі? Hello, Moto. Көп адам күмәнді қоңырау алған кезде дәл осы сұрақты қояды. Мысалы, сіз жалған сайтқа кіріп телефон нөміріңізді қалдырдыңыз дейік. Немесе күмәнді сауалнама толтырдыңыз. Белгісіз сервиске тіркелдіңіз. Осындай әрекеттер арқылы алаяқтар сіз туралы ақпарат жинауы мүмкін. Мәселен, бұрын SMS-кодты айтыңыз деген қоңыраулар жұмыс істейтін. Қазір көпшілік оған сене бермейді. Сондықтан алаяқтар жаңа сценарий ойлап табуда. Қазақстан ұлттық банкі соңғы айларда бірнеше жаңа схема туралы ескерту жасады. Мысалы, сізге несиеңіздің мәртебесі өзгерді деген хабарлама келуі мүмкін. Ішінде сілтеме болады. Сіз оны ашқан сәтте жалған сайтқа кіріп, өз деректеріңізді өз қолыңызбен енгізіп қоюыңыз мүмкін. Тағы бір әдіс. Бірнеше адамның атынан кезекпен хабарласу. Алдымен өзін байланыс операторы деп таныстырады. Артынша ЕГОВ қызметкері, кейін полиция, соңында банк қызметкері. Бәрі әртүрлі адам сияқты көрінеді. Бірақ бұл жай ғана сценарий. Ал ең жаңа тәсілдердің бірі тіпті көшеде кездеседі. Ұлттық банктың мәліметінше, бейтаныс адам телефоныңызды 1 минутқа қоңырау шалайын деп сұрауы мүмкін. Сырттай қарағанда бұл қарапайым өтініш сияқты. Бірақ сол уақытта телефоныңызға қашықтан басқару бағдарламасын орнатып, немесе банк қосымшаларына қол жеткізуге әрекет жасауы мүмкін. Егер біреу хабарласып код сұраса, күмәнді сілтеме жіберсе, немесе телефоныңызды қолына алғысы келсе, әңгімені тоқтатып, банкке ресми нөмір арқылы өзіңіз хабарласыңыз. Мамандар жағдайды тексеріп, қажет болса, шотыңызды қорғауға көмектеседі. Видео Форте банкты қолдауымен жарық көріп отыр.